Әлемде адамдар біртүрлі ерекше, түсіндіруге келмейтін заттарға тап болып жатады. Аяқ асты табылған олжалар түрлі тартыстар туғызып, әлеуметтік желіде қызу талқыға түседі. Біздің елімізде де осындай ерекше дүниелер табылған. Назарларыңызға Қазақстанда табылған ерекше заттар. жылы Ақтөбе облысы Темір ауданы Ақжар ауылында 8 жасар Мансұр Мұрат есімді бала ата-апасының үйіне қонаққа келген кезде тас болып қатып қалған ежелгі жануардың сүйегін тауып алған. Сол кезде 3-ші сыныпта оқыған бала тауып алған тас 100 жыл бұрын өмір сүрген жануардың сүйегі болуы мүмкін деген болжамдар жасалған. Мансұрдың әкесі баласы тапқан тасты өлкетану мұражайына апарғанымен, олар ештеңе жауап бере алмай, олжаны тастап кетуін өтінген. жылы Ақтөбе қаласының жұмысшылары 4 метр тереңдіктен ерекше жұмыртқа пішінді тасқа тап болады. Алғашқыда жай ғана тас деп ойлаған олар, мән беріп қарап, жұмыртқаға ұқсатып, тіпті динозаврдың тас болып қатып қалған жұмыртқасы деген шешімге келген. Жергілікті музей қызметкерлері бұл тастың пішіні мен сипаты жұмыртқаға ұқсағандықтан динозаврдың жұмыртқасы болуы әбден мүмкін деген тұжырымға келген. Олар мұны анықтау үшін Ресей археологтарына жүгіну керектігін айтқан. Ал оның не екені енді бір Аллаға аян. 2016 жылы Семей қаласының тұрғыны өз үйінің бақшасынан ерекше зат тауып алады. Бауыржан Базбек су құбырын өткізу үшін қазба жұмыстарын жасап жатқан кезде 1 метрге жуық тереңдіктен ерекше оюлармен әрленген тасты көреді. Ғалымдар оның табысына қызығушылық танытқан. Олар табылған затты көргеннен кейін тастың табытқа қатты ұқсайтынын айтқан. Ғалымдардың айтуы бойынша осындай ерекше тастар Семей жерінде әлі кездеспеген және басқа жерден әкелінген болуы әбден мүмкін. 2017 жылы Павлодар облысы Ертіс ауылының тұрғыны Олег Караман бір түрлі жануардың бас сүйегін тауып алады. Қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде ең алдымен бас сүйек, одан кейін бірнеше мойын сүйектері, ары қарай басқа ештеңе шықпады, деп ерекше табысын жігіт осылайша баяндаған. Оның айтуы бойынша бұл динозаврдың сүйегі, ал археологтардың айтуы бойынша бұл аттың бас сүйегі. Жігіт қазу кезінде ежелгі қимақ қорымына тап болған. жылы оңтүстік Қазақстан облысында үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізбекші болған Барабор Абдуғафаров есімді жігіт еденнің астынан жарты метр тереңдіктен бір түрлі жаратылыстың бас сүйегіне тап болады. Ары қарай қазған ол алдыңғы аяғы жоқ ерекше жаратылыстың қаңқасын көреді. Бір көргенде динозаврдың баласына ұқсаған жануар оны таң қалдырады. Барабор бұл ерекше сүйекті зерттеу үшін археологтарға беретінін айтқан. Ал кейбір тұрғындардың айтуы бойынша бұл жай ғана мысықтың қаңқасы. Сіздер қалай ойлайсыздар, бұл динозавр ма, әлде мысық па? Егерде видео сізге ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылып, басқа да достарыңызбен бұл видеоны бөлісуді ұмытпаңыз.